Сәлеметсіздер ме балалар? Көңіл күйің қандай? Яғни мына жерде кемпір қосақ түстеріне байланысты әрқайсыңыз өздеріңіздің көңіл күйлеріңізді таба қойыңыздар. Қызыл түсті жақсы көрсеңіздер тамаша, сары түсті жақсы, көк түс көңілсіз. Міне осындай қылып әрқайсыңыз өзіңіз қалаған түстеріңізді алып, соның үстінде тұрған сөздерді оқи қойыңыздар. Сабақтың тақырыбы г дыбысы және әрпі. Оқу бағдарламасына сәйкес күтілетін нәтиже: мәтіннен сөйлемді, сөйлемнен сөзді, сөзден буынды, буыннан дыбысты бөледі. Жаңа үйренген дыбысты анықтайды. Дыбыс пен әріпті таниды, оларды бір-бірінен ажыратады. Оқу түрлерін қолданады, түсініп оқиды, дыбыстарды дұрыс дыбыстайды. Оның мағына ажыратушы қызметін түсінеді. Көркем жазу талаптарына сай жазу жолы, жол аралығын, жолдың жоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріптердің өзара байланыс элементтерін жазады. Сөздік қоры жаңа сөздермен байиды, сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайды. Өз сыныбын таза ұстауға, сынып және мектеп мүлкіне қамқорлықпен қарауға тырысады. Сурет бойынша әңгіме құра. Сөйлем санын анықта. Сыныпта бөлме гүлдері бар. Оқушылар гүлдерге күтім жасайды. Бірі суғарады, екіншісі топырағын қопсытады. Сөзді буынға бөліп жаңа дыбыстардың орнын анықтау. Гүл сөзін буынға бөлейік. Гүл сөзінде бір дауысты дыбыс бар, бір буын бар. Г әрпі сөздің басында кездесіп тұр. Оқулықпен жұмыс. Г дыбысының сөз басында, ортасында келетінін орнын анықта. Егін, егінші, гүл, гүлнұр, неге, өнеге деген сөздерде г дыбысы сөздің ортасында және басында кездесіп тұр. Гүлдер. Сынып бөлмесінде гүлдер көп. Оқушылар бөлме гүлдерін кезектесіп күтеді. Бірі суғарады, екінші шаңын сүртеді, үшінші топырағын қопсытады. Гүлдер жайқалып өсіп тұр. Бұл мәтін не туралы? Бұл мәтін гүл туралы екен. Осы мәтін неше сөйлемнен құралған? Бұл мәтін 5 сөйлемнен құралған. Саралау тапсырмасы. Сандардың өсу ретіне сәйкес әріптерді орналастыр. Сандардың ретіне сәйкес әріптерді жаз. Қандай ән атауы шықты? Екінші деңгей г дыбысы сөздің қай жерінде келетінін анықта. Айгөлек сөзі шықты, г дыбысы сөздің ортасында кездеседі. Үшінші деңгей айгөлек сөзімен сөйлем құра. Міне балалар, осы айгөлек сөзіне өздеріңіз сөйлем құрап шығасыздар. Сергіту сәті. Қане балалар, тұрамыз, үлкен шеңбер құрамыз, орнымыздан тұрамыз, құс болып қанат қағамыз. Қайта отырып орнымызды табамыз. Дәптермен жұмыс. Дәптерге г әрпін салып шығамыз. Г әрпінің бас әрпі және кіші әрпі. Гүл, гүлнұр, егін, ертегі, әңгіме, жүгері деген сөздерді әдемілеп жазып шығасыздар. 3Қ әдісі. Бүгінгі тақырып қызықты, қиын болды немесе құндылығы. 3Қ әдісі арқылы өздеріңіз қорытындылайтын боласыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Балалар, зейіндерің ашылсын.